Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге өте оңай дайындалатын банофи пай десертін жасаймыз. Ауызда еритін үгітпелі печенье, вареная сгущенка, банан және крем-чиздан тұратын бұл десерт сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде бізбен бірге жасап көріңіздер. Бос ыдысқа 300 грамм електен өткізілген ұн және 180 грамм сармай салып жақсылап араластырамыз. 70 грамм сахарная пудра мен жұмыртқаның сарыуызын салып қамыр илейміз. Дайын болған қамырды қапшыққа орап, тоңазытқышқа 30 минутқа саламыз. Диаметрі 21-23 сантиметрлі форманың қабырғаларын және түбін майлап, жаңағы дайындап қойған қамырды салып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Қамыр тегіс болып жайылуы үшін осындай стаканмен қасықты қолдануға кеңес беремін. Қамырды тегістеп жайып болған соң, түбін шанышқымен тесіп, 180 градус температурада қызып тұрған духовкаға 20-25 минутқа салып пісіріп аламыз. Сол уақыт аралығында арасына салатын начинкасын дайындайық. 2 дана бананды осылай сопақша етіп турап шығамыз. Содан соң банофи пайдың бетіне жағатын крем-чизді дайындаймыз. 100 грамм творожный сырға 40 грамм сахарная пудраны салып араластырамыз. 150 грамм қаймақ салып араластыруды жалғастырамыз. Мен үйдің қаймағын қолдандым. Егер сізде қаймақ болмаса, 33% сливки қолдансаңыз болады. Біздің үгітпелі коржымыз да пісті. Енді оны формасынан алып, бөлме температурасында аздап суытып аламыз. Корж суыған соң, үстіне 3-4 шай қасық вареная сгущенка салып, тегістеп жағып шығамыз. Туралған банандарды салып, үстіне кремді осылай безендіріп жағып шығамыз. Банофи пайды безендіру үшін бетіне аздап какао ұнтағын сепсеңіздер болады. Десертті дайындап болған соң, тоңазытқышқа міндетті түрде 5-6 сағатқа салып қойыңыз. Сонда вареная сгущенка мен крем-чиз коржға жақсы сіңетін болады. Жасап көрсеңіздер немесе сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.